Қайырлы күн достар, сіздермен бірге болған Әйгерім. Сіздерге ерекше тағам жаппасай атты тағамдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін алдыменен қамырын дайындап алатын боламыз. Қамырына бір жұмыртқамызды, суымызды және де тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығын біріккенше. Одан кейін үнейлегіштен өткізілген ұнымызды салып, қамыр етін боламыз. Ең алдымен қасықпенен, одан кейін қолменен қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап қандырып илеп, 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін тағы да бір рет илеп жіберсеңіздер, қамырыңыз әдемі болып шығатын болады. Енді кезек начинкасына келсек, начинкасына етімізді салып, қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Етімізді, одан кейін пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Одан соң сәбізімізді салып, тағы да жақсылап қуырып алатын боламыз. Барлығын төртбұрышты кубик етіп турап алғандарыңыз әдемі көрінетін болады. Начинкаларыңыз сол үшін барлығын кубиктап турап алдық. Картошкамызды салып, жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. 2-3 минут қызарғанша қуырасыздар. Және де жарты ас қасық паприка менен жарты ас қасық томатты қосып, тұзды дәміне қарай қосып, тағы да жақсылап араластырып, қызарғанша қуырып аласыздар. Одан кейін үстіне картошкамен бірдей қылып суын қойып, енді қанған қамырымызды жаятын боламыз. Жұқа етіп, жақсылап жайып алатын боламыз. Қамырдың үстін баспай, екі шетін басу арқылы жайсаңыздар, қамырларыңыз тегіс болып шығады. Сондықтан қамырыңызды өте жұқа етіп жайыңыздар. Қамырды жайып болдық. Енді үстіне сұйық майымызды құйып, барлық жеріне жеткізіп жағып шығатын боламыз. Және де осылай төртбұрышты етіп, үстінен кесіп алатын боламыз. Қамырларымыз өте жұмсақ жұқа болып шыққан болдың. Жұқа қамыр жайылған. Арғы бетіндегі суреті көрініп тұр жұқалығынан. Енді начинкамыздың үстіне қамырымызды жайғастырып шығатын боламыз. Майлы бетін, май жаққан бетін астына қаратып жайғастырсаңыздар, сонда қамырларыңыз жабыспай біркелкі пісетін болады. Алынған кезде де каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің толық рецепті описанияға жазып қалдыратын боламын. Описанияға кіріп көрсеңіздер болады. Осылай барлығын бір-біріне біркелкі етіп, барлық жерін жауып шығып, пісіріп алатын боламыз. Бетін жауып, май жаққан бетін астына қаратып пісірсеңіздер, қамырларыңыз әдемі пісетін болады. Алынған кезде де әдемі алынатын болады. Осылай 15-20 минут пісіріп аласыздар. Тамағымыз дайын болды. Енді осылай ыдысымыздың үстіне біркелкі етіп жайғастырып қойып аламыз қамырымызды. Өте дәмі ерекше, керемет болып шыққан бұл тағам. Жасап жесеңіздер ұнайды. Менің жолдасыма өте қатты ұнады. Біркелкі етіп жайғастырып, ортасына начинкасын салдық. Міне керемет. Каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім.